Сәлем қыздар, бүгін өте дәмді пирожки жасайтын боламыз. Пирожкиді етпен жасаймыз. Фаршқа картошка қосып, өте дәмді балаларға арнайтын пирожки дайындайтын боламыз. Қамырдың рецебін описаниеге жазып қалдыратын боламын. 1 сағатқа қойып осылай ашытып аламыз да, одан кейін дөңгелектеп қамырымызды дайындап аламыз. Одан кейін жайып пирожкимізді жасайтын боламыз. Видеоны аяғына дейін қараңыздар, каналым ұнаса тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бұл пирожкиді майға пісірмеймін, печкаға пісіретін боламын. Дәл осы қамырын пайдаланып, арасына басқа картошка немесе капуста қосып, пирожки жасасаңыздар болады. Өте керемет, дәмді болып шығады. Қамыры өте жұмсақ болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, тағы мен каналымнан қандай рецепт көргілеріңіз келеді, маған жазып жіберсеңіздер болады. Енді қамырымызды біртіндеп осылай дөңгелек етіп жайып аламыз да, начинкамызды салып, жаңағыдай пирожкиді осылай бүктеп дайындайтын боламыз. Әртүрлі формада өздеріңізге ұнайтындай ыңғайлы етіп жасасаңыздар болады. Осылай пирожкиларымды біртіндеп дайындап шықтым. Өте дәмді болып шықты. Пеште 180-200 градуста 25-30 минутта пісетін болады. Енді печкаларыңызға қарай көресіздер. Кейбір пештер тез қыздырып жібереді, беті күйіп кетеді. Сол үшін етіңіз толық пісуі үшін аздап 200 градуста пісіріп алу қажет. Достар, менің каналымда жай рецепттер емес, сонымен қатар емдік рецепттер де бар. Плейлисті ашсаңыздар, емдік рецепттер деп тұрады. Соның ішінде бүкіл рецепттің жинағы бар. Ол жерде гемоглобинді қалай жоғары етуге болады, иммунитетті қалай тез көтеруге болады, жөтел кезінде не істеу керек, ішектегі құрттардан тез қалай арылуға болады, сондай көптеген емдік рецепттер бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Үй жағдайында сондай рецепттерді пайдаланып емделсеңіздер болады. Біз пирожкимізді бүгіп болдық. Осылай формамызды алып, астын майлап жібереміз де, пирожкимізді жақсылап әдемілеп саламыз. Бір-біріне қатты жабыстырмай, арасын ашыңқырап саламыз. Сөйтіп үстіне жұмыртқаның сарысын араластырып, жағып жіберетін боламыз. Негізі жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып жағу керек еді, бірақ мен тек жұмыртқаның сарысын жақтым. Сол үшін беті қып-қызыл болып, күшті болып пісті. Міне осылай дәмі өте керемет болып шықты. Дайындап көріңіздер, ас болсын.